Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям 4 нәрседен пана тілеген. Адамдың ең жақыны. Адамдың ең жақыны 4 нәрсе. Қайсы? Сізге аялыңыз жақын, бала чақаңыз жақын, мал мүлкіңіз жақын, досыңыз жақын. Біз білмейткенбіз да, ұшылардан пайда болауы, зиян болауы. Пайғамбарымыз айтады саллаллаху алейхи ва саллям: "Я Алла, қарылықтан мұрда қары төвре тұрған аялдан сақта" дейді. Қарылықтан мұрда қары төвре тұрған аялдан сақта. "Я Алла, башқа бәле бола тұрған баладан сақта. Құтырта тұрған байлықтан сақта. Құтырта тұрған байлықтан сақта." Ақша тапсақ, ақыл табайлы, құтырбайлы. Алхамдулилля, кішпейлігіз күшейсін. Текеберлігіз күшейбесін. Қарундың да суал байлы. Өзімдағы Алла Таала мал мүлк байлығындағы сордыртып берген жерге. Біздің байлығымыз Аллаға баш игенге жардам берсін. Біздің тапқан ақшауыз, байлығымыз Аллаға баш игенге жардам берсін. Біздің байлығымыз, тапқанымыз ақиретімізді құрғанға болсын. Алла Таалам байлықты берет, ақиретіңді құрып ал деп берет. Билікті берет, ақиретіңді құрып ал деп берет. Дүние аз еле. Бүгін бар, ертең жоқ, түш еле. Тез еле өтіп кетеді. 100 жылың да тез өтіп кетеді. Ақсақалдардан сұрайыз, қаншаға шықтыңыз? 70, сіз 80. 80 жылыңызды айтып беріңізші, қандай жашау өтті? Кеше келдім еле, бүгін қарыдым дегенде еле болып қалды.